мына мен тіл мәселесі ең бірінші. Мына үй берді деп, 100-150 үй берді деп, байларды күтіртудің қажеті жоқ. Итке лақтырған, етін өзіп, сүйегін лақтырғанмен бірде қылып беріп, қазақша сөйлемей, бізді мазақ етпесін олай. Димаштан үлгі алсын ол екі әйел, ақылы жоқ болса. Анасының адал сүтін емген, әкесінің тектілігін алған Димаш Ботам көпке үлгі. Біздің қазақтың бүкіл құндылығын дүние жүзіне паш етіп, керісінше өзінің табынушыларына ана тілін сөйлеткен Димаш көпке үлгі. Бұл екі әйел ешқандай ұлтқа ондай тиіп кетер пайдасы жоқ. Қажетсіз еңбектерін бұлданып, ана тілімізді жерге таптауға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Мені қолдағандарға рахмет айтамын. Мені даттағандарда ұят болу керек. Ұят болу керек. Құрметті қайырлы күн қазақ елі. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта мен мына өзім құрметті қазақ елі. Құрметті қазақ елі. Мына Динара мен Баян еңбек етіп, күні-түні ұйықтамай байыды деп қате айтып тұрған жоқсыз ба? Сіздер күні-түні ұйықтамай жұмыс істеп жатқан адамдар бар ма араларыңызда? Онда сіздер неге бай болмайсыздар? Олай айтпаңыздар. Біздің Қазақстанда әділеттілік жоқ. Сол үшін осындайлар бай болады. Және бұлар бай болғанымен қоймай қазақша сөйлемейді. Енді бақыттысың ғой сен, байсың деп жатыр. Ана дүние мүліктеріңіздің сұрауы бар ғой. Сен оны дұрыс Димаш құсап, Италияда ән салып, Ресейде ән салып, Қытайда, Францияда ән салып, сол ақшамен еліңе келіп байып атқан жоқсың ғой. Біздің Қазақстанда отырып, нан жедің ба? Ең болмаса самал ұяттарыңыз болса қазақша үйреніңіз. Орысша мектеп бітірді дегеннің бәрі жалған. Жақын күндер біз Баян сені көргенбіз. Ағылшынша үйреніп алдың деп мақтанып сөйлегенде. Сен де ана тілін сол кезде үйреніп алып мақтанбадың бізге. Сөйле. Құрметті қазақ елі, біздің елімізде халықтың жағдайы күннен күнге нашарлап жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазір кредиттерін төлей алмай қаншама адамдар алтын бұйымдарын ломбардқа тапсырып, істеген кіші бизнестер қазір тоқтау үстінде тұр. Бұның бәрі жақсылықтың нышаны емес. Қолдарына ақша тиген байлар құтырып, мына Қытай елінде үлкен бір заң қабылданды. Мына бай әйелдер байлығын бүкіл экранға шығарып мақтанып, елдің жүйкесін тоздырмасын. Мен шүкір, мен ақшам жоқтықтан айтып тұрған жоқпын, бұны қарапайым халық үшін айттым. Және де бұл байлар енді байыдыңдар ма, қазақша сөйлеңіздер. Өйткені олар ешқашан қазақша ана тілін мойындамайды. Қарапайым халықтың не жазығы бар? Ширазға киерге кимей ана тіл дәстүріміз бізге ана сақтап қалуымыз керек па? Оларға Қазақстандағы бүкіл зиялы қауымның үнсіз болуы мені шырылдатып жалғыз өзін ана тілмен. Біз ана тілді ешқашан қорқап қала алмаймыз, достар. Тамағы тоқ, көйлегі көк адамдарға керек болмаған ана тілі әлсіз, ақшасы жоқ, кедей-кепшік ешқашан біздің үніміз шықпайды. Сонда қазақ тіліне нүкте қойылатын күн болған ба осы? Тоқтайтын күн міне бүгін ба сонда? Бүгін ертең ба сонда? Менің аузымды жапқаннан кейін осыны кім көтереді екен? Кім жүрегі шыдап байларға қарсы шығып көтереді екен? Әлі бұл екеуі бір ұятта болса, тікелей эфирлеріне шығып, халықтан хотя бы мені даттасын, кешірім сұрап қазақша сөйлеу керек қой. Бұл бай әлі талай жерді осындай тілге құрметсіздігімен үлгі болады. Балық, құрметті қазақ елі, мына байлар ерегіскенде мына Динара мен Сәтжан бүкіл халыққа жаңағы үй бердік деп басымызды шығарды, өзің жұмысшыларына берген Баяндар. Бүкіл байлар ерегіскенде осыларды басып өзіп сіздерді үй беріңіздерші, ауыздарына құм құйылсын. Қазақстанды тіпті беріп жатса, үкімет те беріп жатыр, шүкір. Не болды соншама? Тіпті басымызды шығарды мынау екеуі. Үй берді. Берсе өзінің жұмысшың, берсең ертең депутат боласың. Мен бір сөзімнің өтірігі жоқ. Халықты олай аузын бүйтіп айға қарата бермеңдер. Ерексіңдер. Байлар көрдіңдер ғой бұл екеуін. Мә жақанды жалпағынан басы болады екен үй берсең. Қаншама байларды көмектесіп жатыр, Аллаға шүкір. Осы Акиматтың бүкіл концертін бәрін өткізетін сол байлар ғой. Бұлар
бұл екеуі тек сөйтіп ана тілімізді бүйтіп майыстыра бермеңдер. Байлар осы екі әйелдің аузын жауып беріңізші үй беріп, ал ана тілді қоратқызбайық. Сказала, снимай меня без фильтров. Пришел мой супруг, Турсунгали Турумович, принес подарок от китайских партнеров. Говорит, открывай. Посмотрите, перчатки. И что он дальше сказал? Что это ваза из чистого золота. Вот что значит, когда в твоих партнерах китайцы. Мамочка. Ваза из чистого золота. Вау, капец. Тяжелая? Тяжеленькая. Тяжеленькая? Ну, перчатки-то не зря здесь. Ну, капец. Похоже на золото, прикинь. Нет, я уже сказала, из чистого золота. Мать моя женщина. Я говорю, Вселенная как работает? Да, сейчас только говорила тебе, каждый день подарки получают. Да. Только что, вот минуту назад говорила, и Турсен зашел с этим подарком. Смотри, какая филигранная работа. А это что такое? Солиш, какие впечатления от спектакля? Шикарная работа актеров. Да. Постановка, диалоги. Всего 2 актера. Всего 2 актера, Два да. часа. Ну, 2 2 часа. часа. Ну, слушать было их. Ну, просто ты была вовлечена, как будто ты сама участник этого действия. Искренность и смысл вообще глубокий любовь. И мы поняли, что миром правят женщины. Ну да. В очередной раз мы это поняли, да? Да, любимый?